Қайырлы күн достар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы иелік сын есімдер. Possessive adjectives. Possess деген сөз ағылшын тілінен, яғни ие болу деп аударылады. Мысалы, I possess this keyboard. Мен осы пернетақтаның иесімін. To possess. Яғни possessive сын есімдер ол бір заттың кімге тәуелді екен, кім сол заттың иесі екен көрсетуге көмектесетін сын есімдер. Сендер оларды керемет білесіңдер. Қазір келесі слайдқа қарап көрейік. I'm from France. My name is Mary. Мен Францияданмын. Менің есімім Мари. You're Spanish. Your name is Federico. Сен испандықсың. Сенің есімің Фредерико. He's from England. His name is Andrew. Ол Англиядан, оның есімі Andrew. She's from Poland. Her name is Anne. Ол Польшадан, оның есімі Anne. Қандай сөздер жырнымен көрсетіліп тұр, ешқандай намексіз. Бұл сөздердің мағынасы қандай екен, сіз анық біліп тұрған шығарсыз. It's a Japanese restaurant. Its name is Taco. Бұл жапондық ресторан, оның аты Taco. Бірақ бұл оның бағанағы his, her-дан айырмашылығы бар. We are from China. Our names are Chan and Chong. Біз Қытайданбыз, біздің есімдеріміз Чан және Чон. Қандай үлкен айырмашылық. Яғни, достар, біздің байқайтынымыз тағы да бір мысалдарды қарап көрейік. You are Brazilian. Your names. You are деген бұл жерде көпше түрде. You guys are Brazilian. Your names are Fernanda and Gabriela. Сендер бразилиялықсыңдар. Сендердің аттарың Фернанда және Габриэла. They are from Russia. Their names are Ivan and Vladimir. Олар Ресейден, олардың есімдері Иван және Владимир. Яғни, достар, біз қазір қарастырған сөйлемдердің іштерінде болған бәрі ол иелік сын есімдер. Ағылшын тілінде иелік сын есімдер бір заттың, яғни бір затқа меншік құқықты немесе иелікті көрсетуге арналған сөздер. Олар әрине есімдіктерден туындайды. Мысалы, I, мен болсам, маған тәуелді заттар бәрі менікі, my. Сен болсаң, бұл жерде аудармасы әртүрлі болуы мүмкін. Сен, сендер, сіз, сіздер, бәрібір your possessive adjective қолданылады. Сен болсаң, сенің, сіздердің, сіздің, сіздердің your. He, his, she, her, it, егер зат болса, жансыз дүние немесе жануар болса, it's болады, it's. Байқаймыз, бұл жерде ешқандай апостроф ештеңе жоқ, үш әріп, просто it's. We, біздер болса, our, біздікі, және they болса, олар their, олардікі, олардың. Ал енді достар, осыларды есте сақтап алайық. Осы кестеге қайта-қайта оралуға болады. Егер естерінен шығып кетсе, оны қайталағыларың келсе, I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, they, their. Достар, енді алдымен маңызды сұрақтарға жиі жіберілетін қателерге келейік. Кейде ағылшын тілінде біз шатасуымыз мүмкін. Your деп айтайын ба, немесе yours деп айтайын ба? Қараймыз, егер біз бір заттың тәуелділігін сипаттағымыз келсе, бұл сенің карталарың. Міндетті түрде your maps деп айтамыз. Біздің сөмкелеріміз, our bags. Олардың қаламдары, their pens. Yours maps, ours bags, theirs pens деп айту мүлдем қате. Қандай кезде біз yours, ours, theirs дегенді қолдана аламыз? Қараңдар, қазақ тілінде осындай керемет айырмашылығы бар екен. Егер біздің болса, мысалы, біздің мәшинеміз, біздің көлігіміз, it's our car. Бірақ бұл көлік біздікі, яғни біздікі деген сөйлемнің соңында тұрса, аяғында тұрса, ағылшын тілінде де дәл солай. Егер соны сөйлемнің аяғына қойып жеткізгіңіз келсе, сол өз ойыңызды, онда yours деп қолданасыз. Мысалы, the car is yours. Немесе мен мынандай сұрақ қоюым мүмкін. Whose car is that? It's yours. Кімнің көлігі үйдің алдында тұр? Біз айтамыз, есің дұрыс па? Сенікі ғой. It's yours. Немесе, бұл сөмке кімдікі? It's mine. Whose bag is this? It's mine. It's mine. Яғни
менікі. Егер ікі деген жұрнағы бар тәуелдік есімдікті қолданғыларыңыз келсе, ондай кезде mine, yours, ours, theirs оларды қолдануға болады. Бірақ егер ол сын есімнің алдында тұрса, ешқандай s болмау керек. Your, our, their солай. Енді it's деген ол тек қана зат есімдерді, жансыз дүниені және жануарлармен бірге қолданылады. Мысалы, it's a good shop. Бұл жақсы дүкен. Its number is 0548799. Оның дүкеннің нөмірі 054-8799. Paris is in France. Париж Францияда. Its flag is blue, white and red. Оның, яғни бұл жерде Францияның, Франция енді, ел болғанымен жансыз, Its flag is blue, white and red. Оның флагы көк, ақ және қызыл. Look at the cat. Мысыққа қарашы. Мысық жануар, Its eyes are green. Оның көздері жасыл. Енді мынандай сұрақ туындап қалуы мүмкін, Its апострофы бар және its апострофы жоқ. Айырмашылығы қандай? Оларды шатастырып қою өте оңай. Әсіресе ағылшынды жаңадан үйреніп бастаған кезде. Сол үшін мені мұқият тыңдап алыңдар. Its дегеніміздің мағынасы апострофы бар болса, ол it is-дің қысқартылған түрі. Апостроф деген соңғы жоғалып қалған i-дің қысқартылғанның орнына тұрған. It's дегеніміз it is. It's a beautiful cat. It is a beautiful cat. Бұл әдемі мысық. Ал its апострофы жоқ болса, ол тәуелділікті көрсетеді. Яғни иелік сын есім. Its name is Rooney. Бұл әдемі мысық, оның аты Rooney. Its name is Rooney. Сөйлеген кезде әрине енді байқалмайды, бірақ жазған кезде анық. Апостроф тұрса, ол it is, апостроф жоқ болса, ол оныкі. Оның аты Rooney. Енді келесі мысалдарды қарастырып көрейік. Мүмкін сіз осыға дейін өз өміріңізде оларды кездестірген шығарсыз. This is Mike's motorcycle. Бұл Майктың мотоциклі. John is Sally's husband. John Саллидің күйеуі. My brother's name is Jack. Менің ағамның есімі Jack. This is my parents' car. Бұл менің ата-анамның көлігі. Қандай зат байқап тұрсыз? Қандай ереже байқап тұрсыз? Мына апострофы бар s-тің мағынасы қандай? Әрине, я думаю, сендер керемет түсініп тұрсыңдар. Бұл possessive s, апострофы бар s. Яғни бұл дәл осы біз осыға дейін талқылаған иелік сын есімдер сияқты бір заттың иелігін, кімнің меншігі екенін көрсетеді. Мысалы, біз бұл сөмке, қыздың сөмкесі деп қалай айтуымызға болады, осы апострофы бар s-ті қолдана. Бізде қыз бар, the girl, ал қыздың сөмкесі деп айту үшін the girl's bag, яғни the girl-ға апостроф қойдықта, s қостықта болды. Бізге анық, сумка кімдікі. Енді бізде кейбір зат есімдер көпше түрде тұруы мүмкін. Мысалы workers, жұмысшылар. Ондай кезде көпше түрде сөздің аяғында s тұр. Біз оған тағы да бір s-ті қоспаймыз. Керек емес. 2s деген слишком. Сол үшін біз оның орнына просто бір апострофты қоссақ, және workers caps деп айтсақ, бұл сөйлемде бәріне түсінікті. Мұна кепкілер жұмысшылардікі. Яғни workers caps. Зат кімге тәуелді, кімнің заты, содан кейін біз осындай апостроф s бар немесе s жоқты қоямыз. S жоқ, ол көпше түрдегі зат есімдер. Кейбір зат есімдер мынандай аяғына s қоймай-ақ көпше түрде тұруы мүмкін. Мысалы children деген сөз, балалар. Бірақ аяғында s жоқ. Children's деп айтпаңдар ешқашан children's деп, ол қате. Children'ның аяғында s жоқ. Ондай кезде біз сол көпше зат есімнің аяғында s жоқ. Сол көпше зат есімнің заттарын иелігін сипаттау үшін біз апостроф және s-ті қолдана береміз. Мысалы children's toys. Игрушки детей, балалардың ойыншықтары. Енді, достар, есте сақтайық. Мынандай айырмашылықты ескере білу керек. Апостроф s ол кейде he is бен шатасу мүмкін. Сіздің текстті оқыған кезде. He is Polish, his name's Patrick. Екеуінде де апостроф s. Бірақ қайсы не? He is Polish, his Polish деген әрине оныкі Польша емес. He is Polish.
He is Polish. Ол поляк. His name is Patrick. His name is Patrick. Бұл жерде де his name is Patrick. Is'дің қысқартылған түрі. Ал Maria is Emma's mother деген кезде Maria is Emma is mother деп айтсақ әрине миға сыйымды емес. Сол үшін бұл жерде міндетті түрде өз логикаларыңды қолданыңдар. Maria is Emma's mother әрине Мария Эмманың анасы екенін көрсетіп тұр. Сол үшін бұл жерде сөйлемнің грамматикасы сендерге көмекші болады. Енді осы сабақты аяқтайтын тағы да бір маңызды нүкте ол pronunciation, дыбыстау. Біз апостроф S барлық жерде теңдей қойылғанмен, оларды кейде айырмашылықпен оқимыз, айырмашылықпен дауыстаймыз. Мысалы, Jack's flag, егер сөз дауыссызбен аяқталса, Jack's flag, біздің дыбысымыз S болады. Егер сөз дауыстығы аяқталса, мысалы Maria's back деп айтқан кезде бізде S Z сияқты шығады. Maria's back, Jack's flag, Maria's back. Айырмашылық байқайсыздар ма? Ал енді кейде бізде мысалы Carlos деген ат болуы мүмкін. Carlos деген, қараңдар, неге мына жақта 2 S тұр подряд, ойлап қалмаңдар. Carlos деген ол көпше түрде тұрған зат есім емес. Сол үшін ол адамның аты. Сол үшін аяғына апостроф және тағы да S қоя береміз. Carlos's clock. Яғни Carlos's деп айтам, Carlos's clock. Осылай айтылады. Jack's flag, Maria's bag, Carlos's clock. Мінекей достар, біз possessive adjectives, яғни иелік сын есімдер туралы барлық маңызды ақпаратты, маңызды ережелерді үйрендік. Енді осы білімімізді тексеру үшін төмендегі жаттығуларды бірге орындап көрейік.